Жылдам хабарнама шұғыл дерек. Ассалаумағалейкум, барма қазақ мәдениет саласы қызметкерлері жалақысы көтеріледі. Бұл не деген жақсы жаңалық. Егер ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаться және бір ғана лайк түймелерін басып, видеороликтерімізді соңына дейін қараңыз. Ал онда біз бастадық. Мемлекет басшысы министрге инвестиция тартуды тапсырды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мәдениет және спорт министрі Асхат Ораловпен кездесті. Кездесуде президентке тапсырмаларының орындалуы барысында туралы мәлімет берілді. Сондай-ақ министрлік мәдениет, спорт және туризм индустриясын дамытуға бағытталған бастамаларды тапсырылды. Министр мемлекет басшысы Алматы облысындағы спортшылардың олимпиада даярланып республиканың базасының құрылысы туралы хабарлар етті. Нысан биыл пайдалануға беріледі деп жоспарланып отыр. 2025 жылға дейін жалпы 113 спорт нысаны салынады. Сонымен қатар министр дене шынықтыру және спортты дамытудың 2023-2029 жылдар аралығында тұжырымдамасының жоспарлы жобасы туралы айтты. Бұдан басқа президентке спортшылардың алдағы жазда өтетін Азия олимпиадасының ойындарға дайындығы және 2024 жылда елімізде дүниежүзілік көрсеткіштерді ойындарының ұйымдастырған жұмыстары туралы мәлім берді. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырыңыздар.